Достар, саламатсыздар. Бүгін Цептр компаниясы прямой эфирде MyCeptor Instagram парақшасымен және де YouTube каналында. Біраз адамдардың жиналған сәл күтейік. 1-2 секундтан кейін біз эфирімізді бастаймыз. Бүгінгі тақырып қазіргі бізді қоршаған ортадағы күнделікті өзіміз тыныстанатын ауамен байланысты болады. Сол ауаның ластығын қалай өзімізге лас ауамен демалмай, таза ауамен демалу туралы болады бүгінгі эфир. Құрметті достар, енді эфирімізді бастайық, себебі уақыт болып қалды. Бүгінгі Instagram парақшасының көрушілері, YouTube каналының көрушілері бүгінгі эфир сіздерге арналған MyCeptor парақшасында бүгін Цептр компаниясында 16 жыл жұмыс істеп келе жатқан алдарыңызда Оңғарбаева Жанар тікелей эфирді өткізеді, және де бүгінгі біздің тақырыбымыз ауаға байланысты болады. Таза ауамен демалу. Әр адамның өзінің жеке өміріне байланысты тап-таза ауамен қалай демалуға болады. Майор приборы құрылғысы не үшін керек, сол туралы болмақ. Білесіздер, Цептр компаниясының әрбір продукциясы, тауары денсаулықты дұрыстау үшін қажет тауарлар. Эфирге кіріп үлгерген болсаңыздар, бүгінгі информация, сіздерге берілетін мағлұмат өте маңызды. Қазіргі ең күрделі тақырып бұл лас ауамен демалмау. Достар, енді мен өзімнің эфирімді бастап кетейін. Біраз адамдар кірген шығар. Сіздермен бүгінгі мен Цептр компаниясындағы осы коронавирус кезіндегі шыққан Майон деген құрылғы туралы болмақшы. Бұл құрылғы не үшін керек, және де біз қазіргі уақытта актуальный неме дейді ғой, тақырып дейді ғой, сол лас ауа болып тұр. Экологияның жыл сайын өзгеріп, нашарлап бара жатқанын біз жақсы білеміз. Сол себепті өзімізді лас ауадан қалай қорғау керек, сол туралы болмақшы. Әр адам бір күнде, мысалы, ауасыз өмір сүре алмаймыз. Ауасыз бір минутта, мысалы, адам уже қиналып, өзін жан тапсыруы мүмкін. Сол себепті ауа ең бірінші керек зат бізге. Табиғаттағы ауаны, жер бетінде планетадағы ауаны осы отрицательный ион деген болады екен. Теріс иондар, сол арқылы ауадағы лас заттар сонымен тазаланып отырады. Ал біз күнделікті өмірде қалай бізді қоршаған лас ауадан өзімізді қорғаймыз? Бір күнде адам баласы 20 мың демалады екен. 20 мың рет. Ол деген сөз, біз қоршалған ортадағы бізді қоршап тұрған лас газдармен, бізді қоршап тұрған кішкентай көзге көрінбейтін микробтарды білеміз, вирустармен, және де небір бактерия, грибоктармен демаламыз. Және де, мысалы, үйдің ішін алатын болсақ, үйдің ішіндегі ауаның өзі далаға қарағанда 10 есе лас болады екен. Оны көбісі білмеуі де мүмкін. Кейде біз ойлаймыз, үйді тазаладық, үйдің ішіндегі бөлменің ішіндегі ауа тап-таза деп. Жоқ, олай емес. Себебі өзіміз біраз күннен кейін үйге келетін болсақ, ауаның ластығын байқаймыз. Сол себепті барлық уақытта терезені ашуға тырысамыз. Таза ауа кірсін деп.
Себебі даладағы ауа таза екенін біз интуитивно білеміз. Және де мен сіздерге айтар едім. Адам баласы лас ауамен демалып жүрген кезде жер бетіндегі адамзаттың 10-9-ы осы лас ауаның арқасында небір созылмалы ауруларға душар болады екен. Оның атап өтетін болсақ, осы дем жетпеу, асма ауруы, я болмаса небір вирустық аурулар ауа арқылы жұғатын, және де созылмалы сүйек, қан тамыр, жүрек ауруы, және де бас ауруының, мигрен болып ауруының барлықтарының осы бастауы лас ауаның арқасында екен. Лас ауа бұл мысалы адамзаттың өсуіне байланысты жан-жақтағы заводтардың, басқаның көбеюінде, және дегі көліктердің түтінді шығарып, көшеде жаңағы біздің мысалы айтып жатады ғой, Алматы ең лас ауаның қаласы деп. Өйткені себебі Алматы қазіргі уақытта лас ауасы бар қаланың ішіндегі 5-ші орында екен. Енді есептеңізші, не үшін? Ол жаңағы біздің көшедегі машиналардың көбеюіне байланысты, және де шаң тозаңның көтерілуіне байланысты. Шаң тозаңды болдыртпау үшін, және де өзіңізді таза ауамен қамтамасыз ету үшін Септор компаниясы қазіргі уақытта Майон деген, мына менің мойнымда да тұр, және де Майон деген небір түрлі құрылғыны шығарды. Бұл приборлар бізді күнделікті өмірде таза ауамен қамтамасыз ету үшін керек. Мысалы, Майонды мен мойныма іліп алдым. Не үшін мен қай уақытта, қай жерде оны қолданамын? Майонды мен көшеге шыққан кезде қолданамын, себебі көліктің ішінде отырғанда, я болмаса жұмыста отырғанда, компьютердің алдында, кезекте тұрғанда, дүкенге барған кезде бәр уақытта осы майонды тағып жүрем. Бұл майонның салмағы 25 грамм. Ал мен мына жерде тұрған Майон Pro деген, оның салмағы 38 грамм. Енді қараңыздар, екеуінің айырмашылығы неде? Және де бұл қалай жұмыс істейді? Сол туралы болмақшы келесі мағлұмат. Бұл Майон дегеніміз ішінде ешқандай фильтр жоқ, ауыстырмайсыз. Ішінде генератор бар. Сол генератор сізге теріс иондарды әр секунд сайын бөліп тұрады. Әр секунд сайын Майон, енді сұрғылт түс дейміз ғой. Осы және де мына қызғылтым түсі екеуі бірдей. Тек қана өзіңіздің қалауыңызға байланысты түрлерін таңдайсыз. Екеуі 25 грамм салмақты, және де өте жеңіл болғаннан кейін күнделікті тағып жүргенде сіз байқамайсыз оны. Бірақтан оның сізге денсаулығыңызға әкелетін жақсы әсері өте оразан зор. Және де бұл жерде әр секунд сайын бір кішкентай кубический сантиметрге 18 миллион теріс иондар бөлінеді. Теріс иондар 18 миллион теріс иондар әр секунд сайын бөлінген кезде сізді қоршаған ортадағы лас ауа, шаң тозаң, вирустар, бактерия, және де зеңдейміз ғой, грибоктардан сақтайды. Жаңағы сіз теңіздің жағалауында, я болмаса сарқыраманың қасында теріс иондар көп қой. Сол сияқты сіз тап-таза ауамен, тұнық ауамен демаласыз. Ол деген сөз сіздің күнделікті жұмыс істеу қабілетіңізді жақсартады, және де ойлау қабілетіңізді жақсартады, және де адам өзін өте бодрый дейді ғой орысша, өзіңізді өте жақсы сезінесіз. Мысалы, мен осы Майонды тағып жүрген кезде өзімді кәдімгі кофе ішкендей өте жақсы сезінемін. Және де бұны айтып өтетін жағдай, бұл Майон ауыстырмайсыз, ішіндегі фильтр жоқ, генератор, теріс иондар бөліп тұрады, және де сізді қоршаған жаңағы мына жаққа 50 сантиметр, артыңызға 50 сантиметр осындай блок пайда болады.
Ол деген сөз тап-таза ауамен сіз кез келген жерде демаласыз. Егер де сіздің жұмыс уақытыңызда қаншама адамдармен кездесіп жұмыс істейтін болсаңыз, дәрігер болыңыз, бухгалтер болыңыз, мұғалім болыңыз, я болмаса дүкенде жұмыс істеңіз, барлық уақытта сіз күнделікті небір түрлі адамдармен қарым-қатынаста боласыз. Және де ол адамдардың кейбіреуі мысалы жөтеліп келуі мүмкін, түшкіріп келуі мүмкін. Сол себепті сіз өзіңізді сақтау үшін және де шаң тозаңды болдыртпау үшін, таза ауамен демалу үшін осы Майон құрылғысын таңдау керексіз. Майон құрылғысы қазір уақытта соңғы шыққан түрі, ол біздің міне сүт тәріздес ақ майонымыз. Беж деді ғой енді. Осы бұның салмағы 38 грамм болса, және де бұл тоқтаусыз 36 сағат. 30 сағаттан аса уақыт сізге жұмыс істеп береді. Үйге келген кезде жатын бөлмеде, жататын жерде бас жағыңызға қойып қойсаңыз болады. Және де мысалы балдардың кішкентай балаңыз бар болса, соның төсегінің бас жағына іліп қоясыз. Я болмаса автокөлікті жүргізіп жүретін болсаңыз, таксист болып, онда сіз өзіңіздің айнаның алдына іліп қойсаңыз, тап-таза ауамен демаласыз. Бұл құрылғылар менің мойнымдағы майоным 10 сағат тоқтаусыз жұмыс істейді. Ал қара түстес және де бежевый түрі, ол тоқтаусыз 30 сағат аса жұмыс істейді. Ол дегеніміз ұзақ уақыт ұшақта ұшқан кезде бұның әсері өте керемет. Сіз тап-таза ауамен демалған кезде сізді ауамен жұғатын вирустар ешқандай не қылмайды, не беспокоит етеді деген ғой енді. Енді осы уақыттағы мысалы компанияда осы майонды киіп жүрген кезде біз коронавирустан да осы майоны арқасында сақтадық. Себебі аузымызды тұмшалап, маска таққанмен оның әсері де, көмегі де шамалы. Себебі білесіздер, ол коронавирус деген, ол маска оған көмектеспейтін. Сондықтан да қазіргі уақытта экологияның жайлап нашарлап бара жатқан кезінде біз өзімізді осы майон деген құрылғымен қана сақтаймыз. Және де айтып өтетін жағдай, мен айтып өттім жаңағы созылмалы аурулар, бас ауруы, жүрек, қан тамырының ауруы, сүйек, одан қалса осы ауаның арқасында жылында 9 миллионға шейін адам дүниеден өтеді екен. Барлық уақытта осы біз демалған кезде сол ауамен бірге, мысалы лас газдар, біздің денсаулығымызға зиянды вирустар, микробтар түскен кезде ол қанға сіңіп, қанмен өзіміздің органдарға барады екен. Сол себепті мен сіздерге не үшін айтып жатырмын. Ең бастысы таза ауамен демалу. Ауа ол ең маңызды нәрсе. Сондықтан да қазіргі уақытта сіз өзіңізді қорғай аласыз. Қорғау үшін компания, Септор компаниясы осы 4 түрлі құрылғыны шығарып отыр. Және де бұны алу үшін сіздерге бірақ нәрсе жасау керек. Септор компаниясына, я болмаса онлайн тіркеліп, мынандай золотая карточка болады, алтын карта дейміз, соны толтырсаңыз, сіз компаниядан 40%-ға шейін осы кез келген тауарды үлкен жеңілдікпен ала аласыздар. Сол себепті мен айтар едім. Септор компаниясын берері көп. Денсаулық сіздің өзіңіздің қолыңызда. Және де осы құрылғыны тағып, біздің келіншектер бой тұмарым деп қояды, әзілдеп. Сол сияқты осы тұмарыңызды тағып, күнделікті жұмысқа барып, денсаулығыңызды сақтап, және де отбасының денсаулығын сақтап, өмір сүру сіздің өз қолыңызда. Сондықтан да мен Қазақстанның әрбір азаматшасы, әрбір азаматын айтар едім. Жақсы нәрсені көрмекке, жақсы нәрсені қолдану керек. Қазіргі уақытта осы майонды сізге компания беріп тұрған кезде үлкен жеңілдікпен беріп тұр осы айда. Егер де
тапсырыс берем десеңіздер, хабарласыңыздар. Бөліп төліп алу мүмкіндігі бар. 3 айға, 6 айға бөліп төлеп алсаңыздар болады. Және де бұның денсаулыққа орасан зор пайдасы бар екенін біз өзіміз осы коронавирус кезінде байқадық. Сондықтан да келесі эфирге шейін қош саламат болыңыздар. Мен бүгін сіздерге жақсы мағлұмат бердім деп ойлаймын. Сондықтан да келесі эфирді асыға күтіңіздер.